Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай дәмді орама нандар жасайтын боламыз. Менің видеома қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Өзімізге қажетті ұнды алып, біраз қасық майда саламыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Бөлме температурасындағы суымызға біраз қасық тұзымызды араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Шанышқының көмегімен бірінші араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Қанға жағып қоямыз. Ет пен майымды алдын ала турап алдым. Пиязымызды ұсақтап турайтын боламыз. Картошкамызды да сақтап турайтын боламыз. Капустамызды да тураймыз. Қамырымызды да қайта илеп қандыратын боламыз. Біздің қамырымыз дайын, бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Начинкамызға қажетті қоспаларды қосамыз. Мен мұнда қара бұрыш, тұз және лотос саламын. Және біраз қасық сұйық май қоссаңыздар өте дәмді болады. Мен мұнда зәйтүн майын қолдандым. Мұнда сіздермен өзімнің лайфхагыммен бөлісіп кетсем, көп уақытты да алмайды, өте тез дайын болады. Ол үшін біз екі қамырымызды бірге шаятын боламыз. Менде ұзын оқтау болмағандықтан қажетінше силиконовый оқтаумен жұқа етіп жайып алдым. Майымызды барлық жеріне жағамыз. Сосын начинкамызды салып, орама нанымызды орайтын боламыз. Таба нандарымызды майлап,
орама нандарымызды 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Достар, дәл осы рецептпен жасауға сіздерге кеңес беремін. Иісін айтсаңыздаршы, біздің орама нандарымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай. Біздің орама нандарымыз дайын. Достар, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.